Ассалаумағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері. Көпшілік асыға көткен алтын доп жүлдесінің жеңімпазы ақыры ресми анықталды. Футбол айналасындағылардың барлығын таңғалдырған нәрсе орын алып, Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Родри алтын доп жеңімпазы атанды. Және бұл жағдай көптеген футбол сарапшылары мен жанкүйерлер арасында қызу талқыға алынып жатқан дауды туындатты. Сонымен алтын доп жеңімпазы қаншалықты әділ анықталды, сондай-ақ Родридің жеңімпазы атанып, Винисиустың құр қалғаны жайында қандай пікірлер айтылуда. Әрі қарай осылар жайында сөз қозғайтын боламын. Бастамас бұрын қазақ тіліндегі футбол контентін қолдап, арнаға жазылып, және видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Сіздермен нағыз футбол арнасы, ендеше бастайық. Осы уақытқа дейін алтын доптың жеңімпазы алдын ала белгілі болып қойды, және оны бразилиялық шабуылшы Винисиус Джуниор алады деп айтылып келгені ешқандай да жасырын емес. Алайда кеше дәл алтын доп жеңімпазын анықтау рәсімінің басталуына санаулы сағаттар ғана қалғанда сенімді мәліметтер жеткізетін Фабрицио Романо, сондай көптеген танымал басылымдар алтын допты Родри алатынын, сондай жеңімпаз болмайтынын алдын ала білген Винисиус тіпті Францияға келмеген делінген ақпараттарды таратып, барлығын аң-таң күйде қалдырды. Сөйтіп түптің түбінде барлығы расымен солай болып шығып, Манчестер Ситидің тірек жартылай қорғаушысы Родри алтын доптың су жаңа жеңімпазы атанды. Бір қызығы, кешегі болған марапатталу рәсіміне Мадридтік Реал клубы тарапынан ешкім келмеген. Родри алтын доп жүлдесіне бақталастықта Винисиус, Джуд Беллингем, сондай-ақ Дани Карвахальдарды басып озды. Өзінің жеңісі жайында испаниялық ойыншы былай деп айтты: "Бұл жалғыз менің жеңісім ғана емес, түгелде Испанияның ортақ жеңісі. Алтын допты жеңуге қаншама испандық ойыншылар жақын болып, ақыры міне барлық Испания футболы үшін үлкен жеңіс сәті туындады. 17 жасымда мен профессионалды футболшы атану арманым үшін Атлетикодан кішкентай чемоданымды алып, Вильярреалдың академиясына аттандым. Күндердің күнінде сенімімді жоғалтып, осымен бәрі бітті дегенімде әкем маған қолдау білдіріп, жұмысыңды тоқтатпа деп айтқан болатын. Міне осы сөздер мені осы күнге алып келді. Маған дауыс бергендердің барлығына, отбасы мен еліме алғыс айтамын. Әрине, Манчестер Ситидегі әріптестерімді де ұмытпаймын. Оларсыз мен бұл жүлдеге жетпес едім." Испаниялық жартылай қорғаушы Манчестер Сити клубының жалпы тарихы бойынша алтын доп жеңімпазы атанған ең алғашқы футболшы атанды. Айта кетсе, бұл жүлдені барлығына қарағанда Реал мен Барселона клубының ойыншылары көбірек жеңген. Сонымен қоса Родри соны 2008 жылдан бері алғаш рет алтын доп жеңген АПЛ ойыншысы атанды. Ойлаңыздаршы, сол Манчестер Юнайтедтің сапында Роналду алтын допты алғаннан кейін, осы кезге дейін АПЛдан ешқандай да ойыншы жеңімпаз атанып көрмеген. Ал сіздердің осыған деген, яғни алтын доптың жеңімпазы Родри атануына қатысты пікірлеріңіз қандай? Сіздердің ойларыңыз бойынша кім жеңімпаз болғаны дұрыс еді? Міндетті түрде пікірге өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Өз кезегінде престижді жүлде бұйырмай қалған Винисиус Джуниор кешегі орын алған жағдайға байланысты өзінің ойын білдірді. "Егер керек болса, мен бұны алда 10 рет жеңіп аламын. Бұған ешкімде дайын болмайды." Бразилиялық ойыншы әлеуметтік желіде осындай жазба қалдырған. Мадридтік Реалдағылар алтын доп жүлдесінің ұйымдастырушылары, олар біздің клубымызды құрметтемейді деген пікірде қалған. Патшалық ұжымның өкілдері, егерде барлығы әділ дұрыс болғанда, онда жүлдені Родри емес, Карвахаль жеңіп алуы керек еді деп есептейді. Осылар жайында Коп және де Релево деген секілді басылымдар хабарлауда. Реалдағылардың өкпе-реніші мынада жатыр. Жарайды, Винисиус маусым бойынша жеңіп алынған титулдар бойынша Родриден қалыс қалатын шығар. Бірақ сонда Карвахаль қайда қалды? Испаниялық қорғаушы Родри секілді Еурода жеңімпаз атанды. Сондай есесіне Карвахальда Чемпиондар лигасының жеңісі бар емес пе? Ал бұл жерде енді Родри қалыс қалады. Міне осы секілді келеңсіз және түсініксіз мәселелер жалғыз Реалды емес, біраз футбол жанкүйерлерін ызаландыруда. Жеңістен құр қалған Винисиусқа командадағы әріптестері қолдауларын аямады. "Ешқандай да жүлде сенің қаншалықты үздік екеніңді айқындап бере алмайды. Мен сені ойыншы ретінде ғана емес, алаңнан тыс жерде де мықтылығыңды білемін. Мен сені жақсы көрем бауырым. Қандай жетістіктерге жеткеніңді сенен ешкімге тартып ала алмайды бауырым. Біз бәрін де білеміз. Олардың ешқайсысы да сенің не істегелі жатқаныңа дайын емес." Өз кезегінде Эдуардо Камавинга да футбол саясатына қарсы наразылығын білдіріп, әлеуметтік желіде жазба жариялады.
Менің бауырым, сен әлемнің үздік ойыншысысың, және бұны ешқандай да марапат жүлде жоққа шығара алмайды. Родридің жеңетіні белгілі болған, бірақ та мен мұндай жүлде соншалықты маңызды деп ойламаймын. Алтын доп ешқашанда мен үшін маңызды болып саналған емес. Жалпы футболдағы жеке индивидуалды марапаттардың ешқандай да мән мағынасы жоқ деген ойдамын. Бәлкім теннис спортында солай марапаттауға болатын шығар, бірақ та маған ұнамайды. Еске салып өтсек, өткен жылы Роналду индивидуалды жүлделердің ешқандай қадірі мен беделі қалмағанын айтқан болатын. Менің The Best, сондай алтын доп жүлделері жайындағы ойым қандай? Мен бұл жүлделердің қандай да бір мағынада құндылығы қалмады деп есептеймін. Бұл Месси, Холланд немесе Мбаппелер оған лайықты емес дегенді білдірмейді. Жай ғана менің бұл жүлде марапаттарға сенімім жоғалған. Алайда ешкім алдай алмайтын сандар мен нақты фактілер бар. Қалай ойлайсыздар, Роналду айтқан нәрсе қаншалықты шындық? Сіздер оның айтқандарымен келісесіздер ме? Кешегі марапатталу рәсімінде тек алтын доптың жеңімпазы анықталып шектелмей, сонымен қатар өткен маусымның қорытындысы бойынша футбол үздіктері анықталды. Френс футболдың нұсқасы бойынша жылдың ең үздік жаттықтырушысы Карло Анчелотти атанды. Бұл марапатқа бақталастықта итальяндық маман Хаби Алонсо, Луис де ла Фуэнте, Гасперини, Пеп Гвардиола, сондай-ақ Лионель Скалонилерден басып озған. Өткен маусымда Анчелотти Реалмен бірге Испания чемпионаты, Чемпиондар лигасы, сондай-ақ Испания мен УЕФА суперкубогы турнирлерінде топ жарған болатын. Өткен маусымның үздік қақпашысы жүлдесін аргентиналық голкипер Эмилиано Мартинес еншіледі. Астон Вилланың қақпашысы Унай Симон, Андрей Лунин, Георгий Мамардашвили және де Диого Кошта деген сынды голкиперлерді артта қалдырған. Айта кетсек, Эмилиано Мартинес дәл осы жүлдені өткен жылы да жеңіп алған еді. Ал жылдың ең үздік жас ойыншысы жүлдесін Барселонаның жұлдызы Ламин Ямаль жеңіп алды. Дауыс беру нәтижесі бойынша екінші орында Арда Гюлер алған болса, ал үшінші орынға Манчестер Юнайтедтің жас жартылай қорғаушысы Коби Майну жайғасқан. Барселонаның тағы да бір жас футболшысы Пау Кубарси үздік бестіктің қатарынан табылды. Ал өткен маусымның ең үздік командасы әрине Мадридтік Реал атанды. Ең үздік команда атағына бәсекелестікте испандық ұжым Боруссия Дортмунд, Жирона, Байер, Манчестер Сити деген сынды командалардан басып озған. Ал сіздердің нұсқаларыңыз бойынша өткен маусымның ең үздік жаттықтырушысы, үздік командасы, үздік жас ойыншысы, сондай-ақ ең үздік қақпашысы кімдер? Жауаптарыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.